осы кісінің неге қимылы тез, таңертеңнен зарядка, керемет, бұрынғысынан жасарып кетіпті деген адамдарға көрсетейін. Міне, менің таңғы асым осы елев деген өнім. 2 жыл болды қолданып жүргеніме. Әрине мен базовый комплекс қосып қолданам. Менде өнімдердің түр-түрінің бәрі бар, мінекей достар. Осы міне базовый деп мынау акселерді қосам ғой, акселерді. Жаңағы денсаулық үшін ішем ғой, денсаулық үшін. Менде бір керемет сондай алып бара жатқан денсаулық болмаған. Мүшәпір едім, аяқтан баса алмайтын. Енді Құдайға шүкір қазіргі таңда әлгі айтады ғой, қазақ біреуден кейін, біреуден ілгері деп, бірақ денсаулығым бар. Міне, соған ризамын. Аллаға мыңда бір шүкір айтамын. Осы компанияны TikTok арқылы таптым ғой, Талғат деген жігітті көріп, содан сұрап, содан кейін алып іштім, нәтижесін көрдім. Мен бұны тілімнің астына салып қоям. Жайлап беріп, мына тамағымдағы тамырларыма барады. Ана жүректің дәрісін бергенде сорғызады ғой, тілдің астына салып. Міне осы елевті тура сондай жағдайменен ішем. Себебі анау асқазаныма барып кешегі тамақпен араласқанша бірден менің мына тамырлар арқылы тілдің астында 80-90 түрлі секреция осы тілдің несі арқылы барады. Менің клеткаларыма бірден ауысады. Осы өнімнің ғажаптығы жаңағы біздің ішкі дүниеміз клеткадан бастап соған со клетканы жаңартады ғой. Клетканы жаңартқан сайын мына адамның әрбір клеткасы жаңара береді. Менің жағдайымда міне 2 жыл болды клеткамның жаңарып, өзімнің жасарып, денсаулығым дұрыстап келе жатқаным. Ол енді шындық. Егер сенбеген адамдар өз беттеріңізше оқыңыздар, достар. Мынаны елев деп жазып, өздеріңіздің диагнозыңызды жазып, Google-ға ма, GPT чат па, соның біреуіне жаңағы сұрасаңыздар жауап береді. Оны текстін қазақшаға аудар десеңіздер аударып береді. Қазір енді көбінесе көзі ашық, көкірегі ояу заман ғой, достар. Мен сіздерге сәттілік тілеймін. Әр адам ауырмай өмір сүрсін деп тілеймін Алладан. Алладан тілеймін, жеріміз тыныш болып, аспанымыз ашық болсын. Әр уақытта бала шағаның ортасында ешкімге масыл болмай, ертеңгі күнімізге сенімді болып өмір сүрейік, достар. Аман сау болыңыздар. Менің атым Бәтіш.